Армысыздар ма? Нұрбек Қошбекұлы, баяндамамызды жауаптарыңызды тыңдап отырмыз. Көп жақсы жауап бар екен, көп екен. Дегенмен даулы мәселелер де бар. Мәселен, спорт жағдайы, бағана сөзіңіздің арасында да айтып кеттіңіз. Қаржылық қиындықтар бар. Неге мәселенің алды алынбады? Президенттің тапсырмасымен қолға алынған жобаны неге жүйелі іске асыра алмадыңыздар? Осы жөнінде сұрақ. Рахмет, Дәурен мырза. Дәурен мырза, burada қаржылық қиындықтар жоқ. Тиісті қаражаттың барлығы бюджетте қаралған, жеткілікті жағдайда. Біз бірақ қаражатты, халықтың қаражатын үнемдеп жатырмыз. Өйткені неге? Өкінішке орай барлығында кәсіпкерлер таза жұмыс жасап жатыр деп айта алмаймын. Барлық кәсіпкерлерге де енді топырақ шашқымыз келмейді. Ішінде таза, дұрыс жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер бар. Олар ай-майы көрсеткен қызметіне қарай ақшасын алып отыр. Ешқандай кедергі жоқ. Ақша аламадым деген мәселе жоқ. Ешкім бізге олай келген жоқ. Менің ақшамды аламай жатырмын, болмаса ақша төлемей жатыр, ақша жоқ деп жатыр деген әңгіме ондай жоқ, ешқандай. Ал енді кейбір кәсіпкерлерге байланысты мәселе бар. Оған қазір тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Ол неге? Ол мысалы келмеген балаға ақша алғысы келетін кәсіпкерлер бар. Жеңіл ақша тапқысы келетін кәсіпкерлер бар. Сіз Қызылорданы жақсы білесіз бе? Мысалы, Жаңақорған ауданының баласы қалай Сырдария ауданына барып, осы үйірмеге қатысып күнделікті айтыңызшы. Арасы 130, 230, 240 шақырым. Бізде қазір тексеру барысында анықталып жатыр. Сырдария ауданындағы кейбір осы арт спортпен айналысып жатқан, осы үйірмені ашқан кәсіпкерлер Жаңақорған ауданының да балдарын бізде үйірмеге қатысып жүр деп соған ақша алып отыр. Біз сондайларды тоқтатып жатырмыз. Мен бағана да айтып кеттім. Біз біраз қаражат үнемдедік деп, біраз жаңа ғимараттар салып жатырмыз деп. Енді сіз өзіңіз өте жақсы білесіз ғой енді. Осыдан 3-4 жыл бұрын қандай ғимараттар салынған, или болмаса 10 жыл бұрын қазір қандай ғимараттар салынып жатқан. Мен бағана айтып кеттім, оның қандай ақшаға салынып жатқан. Негізінен бағана мысалы Ешжановқа байланысында айтып жатыр ғой, неге босатылмады білім басқармасы деп. Оның басқа жасап жатқан еңбектері көп. Мысалы, қаражатты үнемдеу мақсатында, көлеңкелі кетіп жатқан қаражаттарды тоқтату мақсатында, мысалы, білім саласында сол кісінің табандылығымен, еңбегімен, мына Face ID орнатып, биометриялық тексеру дейді ғой, сол арқылы бір жылдың өзінде жеке балабақшалардан 9 миллиард қаражат үнемдеді. Ол халықтың ақшасы ғой, шынын айтқанда. Сол үнемделген қаражат қазір стадион салынып жатыр, жаңа айтқан. Именно сол білім саласынан үнемделген қаражатқа 21 миллиардқа. Шығармашылық академиясы салынып жатыр, инновациялық 11 миллиардқа. Ол да сондай. Ертең Қызылорда арена басталады. Соның барлығын осындай біз бұлай жөн-жосықсыз айтқанда кетіп жатқан қаражаттарды үнемдетіп, сіз жақсы білесіз. Мысалы, білім саласында Жаңақорған ауданында не болған? Білім саласының бөлімінің басшысынан бастап бірнеше кісілер жауапқа тартылды. Өйткені 12 мектептің өзінен 20-21 жылдары 1,5 миллиардтай ақшаны жымқырған. Ол кейбір Сорадағы қызметкерлерге, Сорадағы қарауылдың өзіне кейбір мектептерде, одан басқа мектепте мысалы 6 миллион теңгеге дейін сыйақы берген кездері болған. Жоқ адамға жалақы төлеген кездері болған. Ол басқа да аудандарда орын алып жатыр. Біз халықтың қаражатын барынша үнемдеуге, тиімді пайдалануға жұмыс жасап жатырмыз. Менің өзімде бірнеше рет жиындар өткізілді. Мысалы, мен осы жерде жиынның барысында қарадым. Қармақшы ауданында мысалы 300 орындық мектеп 700 миллион теңге шығынын бір жылға. Екінші 300 орындық мектепті алдым. Дәл сондай басқа ауданда 248 миллион теңге шығын. Мен айтам, неге мынандай алшы? Осының барлығы анықталып, біз қанша қаражат үнемдедік. Мысалы, аурухана Қазалы ауданында халқы Жаңақорған ауданымен бірдей, ол
аурухананың қарызы пәленбай миллион айтпай ақ қояйын, қазір реттеді, кезінде сол келген кезде 600 миллионға дейін жақын. Ал Жаңақорған ауданында 60 миллион теңге. Мен айтамын, неге олай? Вот штаттан көп мына тәртіптен кетіп, штаттан тыс көп адамдарды қызметке алған, и соның арқасында оның барлығы қазір қаралып жатыр, тексеріліп жатыр. Арт спорттың мәселесі де солай. Мен тарқатып айтып отқан себебім, арт спортта да бізде кеше комиссия құрылды, қоғамдық белсенді өкілдерден, осы жерде депутаттарымыз бар, қызметкерлер бар ішінде. Содан мысалы біз қазір 80-нің үстінде оны жаптық. Оны кеше біз үкімет басшысына да келген кезде баяндадық. Неге? Ауылдарда кішкентай үй, соның ішінде, оның ішінде камера жоқ, ертең балдарда бір нәрсе болса, тағы біз жауап береміз. Әкімдер қайда барып қарап отыр болады, бағанағыдай. Бағана сұрақ қойылып отыр болса, балдарға байланысты. Ел ішінде вытяжка жоқ, ертең бала оның ішінде ауру болады, ана ішінде. И сол бір үйде мысалы айтады, міне сағат 11-де домбыра үйреттім дейді, 12-де бокстан тренерге үйретті дейді, и сағат 1-де тағы емес, осылай бола ма? Оның бәрі шынын айтқанда жалған, тек ақшалы. Біз сондай бір 80-нің үстіндегісін бір аптаның ішінде жаптық. Сол қаражаттар үнемделіп жатыр. Ол қаражаттар ертең халықтың ең керекті деген жобаларын жүзеге асыруға, өңірде өзекті мәселелерді шешуге бағытталады. Жаңа айттым, мен ұшақ объектін айтайын. Стадион 21 миллиард, Қызылорда арена 19 миллиард, 40 миллиард па, мынау 11 миллиард шығармашылық академиясы 51 миллиард. Аудандарда салынып жатқан рухани жаңғыру орталықтар 62 миллиард. Облыстық бюджеттен қалай бұл салынды осындай 4-5 объекті бір жылда. Осы үнемделген қаражаттың есебінен, үнемделген болғанда біз оны жаңа балдарымыздың аузынан жырып алып жатқан жоқпыз. Ол қалдаға кетіп жатқан қаражаттар. Білім саласында, атаулы әлеуметтік көмекте и арт спортта. Сол себептен арт спортқа байланысты ешқандай мәселе жоқ. Біздің қызметкерлеріміздің кінәсі жоқ. Сіз айтқандай дұрыс жоспарламадыңыздар деген ақша жеткілікті, бірақ заңды жұмыс жасаған кісілерге төленеді, ал заңсыз жұмыс жасап жатқан адамдарға, келмеген балаға ақша алғысы келіп жатқандарға ақша төленбейді. Біздің алда бұған байланысты үлкен жоспарымыз бар. Кеше бұл бойынша біз баяндадық басшыларға да. Біз негізінен алдағы уақытта бізде ауылдардың барлығында мәдениет үйлері бар, спорт кешендері бар. Негізінен енді шындығын айту керек, ол енді толық жұмыс істеп тұр деп айтуға болмайды. Анда-осында бір жиын өткізіп, қалған кезде бос тұрады. Біз осы арт спортты, мысалы сол арқылы дамыса, мысалы мәдениет үйлерінде маман алып, оны штатқа алып, оған қаражат бөліп, соның ішінде үйірмелерді ашып, спорт кешендерінде, орада да тренерлерді алып, мамандарды алып, соның ішінде үйірмелерді ашып, оның нәтижесі өте жоғары болады. Оның үстіне біз есептедік, қазіргіден 2 есе бала қамтимыз. Қазір 23 мың бала болса, орада 38-39 мың бала қамтимыз. И қазіргідей біз қазір толық төлесек 9 миллиард ақша кетеді. Бірақ біз соны анықтап, қазір кемшіліктерді анықтап, бармаған балаға төлеп отқан жоқпыз. Содан үнемделіп жатыр. Ал біз осы арқылы жүрсек 1 миллиард 600 мыңдай ақша кетеді екен. Алдағы уақытта біздің сондай жоспарымыз бар. Бұл кім жақсы жұмыс жасайды, соларда таза жұмыс жасайды. Ондай кәсіпкерлерді алдағы уақытта да қолдаймыз, қаражатын уақытылы төлейміз, қаражатымыз жеткілікті. Ал енді кім жоқ жерден ақша алғысы келеді, келмеген бала ақша, оған ешқандай қаражат төленбейді, қайда барса да. Ол жаңағы шығарып жүрген әңгіме дұрыс жоспарланбаған, болмаса дұрыс бақыланбаған деген сондай кейбір кәсіпкерлеріміздің әңгімесі. Ақша жеткілікті. Менің әріптестерім ешқандай кінәсі жоқ деп мен толық айта аламын. Қай жерде болса да, қай трибунада болса да. Солай. Жауабыңызға рахмет. Жұмысыңызға сәттілік. Рахмет. Рахмет, Дәурен. Рахмет, Дәурен. Total KZ, Айнұр Қосқитастар на связи. Айнұр, добрый день. Есть турист. Айнур, вы пропали. Видимо, у вас проблемы, да, с выходом? Слышите, да? Вы пропадаете. Айнур, вы пропадаете перед нами. У вас, видимо... Да, давайте я включу видео, чтобы было лучше. Так лучше? Вы знаете, вы только что говорили про тот случай, когда
несовершеннолетнего влекли занятия проституцией, да, и поговорили про этот случай, но как оказалось, что проблемы с подростковым вот этим и преступностью, и буллингом у вас в голове имеет систематический характер. По информации жителей области, в мае 2024 года в ауле Щегена Кудаманова Щегинского района в результате избиения учащихся старших классов скончался третьеклассник. Прокурорская проверка выявила недостаток воспитательной работы в школе и семьях учеников. В поселке Бельполь находит дом найденного тела пятиклассника. В сентябре зарегистрировано досудебное расследование о попытке изнасилования 2 детей. В ноябре зарегистрирован случай беременности восьмиклассника от отчима. Вы знаете об этой ситуации? И если в 2023 году вы сами проводили совещание в Казаринском районе по факту жестокого воздействия школьника, вы там упоминали о массовой драке в Байконуре, о драках между школьниками в поселке Жалапаш. Все перечисленные факты свидетельствуют о плачевном состоянии дел в Казаринской области в сфере защиты прав детей и обеспечения безопасности. Налицо, что идет слабая работа по борьбе с распространением криминального поведения среди подростков. Вот хотелось бы узнать, почему ситуация не улучшается, как вы можете это прокомментировать?